Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен дәлелдер келтіріп бағалау. Сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге жұмбақ қоямын. Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныш тұрмайды. Сақтамасаң қорын тек, барша тірлік қурайды. Дұрыс айтасыздар, жауабы су. Ендігі кезекте су туралы видеоны көреміз. Су тіршілік көзі. Сәлем, мен Русланмын. Мен мектепке жиналғанда, немесе достарыммен далаға ойнауға барғанда, әрдайым өзіммен бірге су алып жүремін. Неліктен екенін білесіңдер ме? Су өте маңызды элемент. Сусыз жер бетіне өмірде болмайды. Біздің организміміз 60%-ға дейін судан тұрады. Бірақ судың организмдегі мөлшері тұрақты емес. Су біздің денемізден келесі жағдайларда шығады. Терлегенде, дәретханаға барғанда, үлкен және кіші дәретпен, тіпті тыныс алған кезде. Біз тыныс алғанда ылғал ауаны шығарады екенбіз. Жасқа, салмаққа, жынысқа және дене белсенділігінің деңгейіне байланысты бізге судың әртүрлі мөлшерін ішу қажет. 6-8 жас аралығындағы балаларға күніне 6 стақан су ішу қажет. 9-дан 13-ке дейінгі жастағы балаларға күніне 7 стақан. Ал 14-тен 18 жастағы жасөспірімдерге күніне 8 стақан су ішу қажет. Несептің түсіне қарап, суды қаншалықты жеткілікті мөлшерде ішетінімізді білуге болады. Егер несеп ақшыл сары түсті болса, суды жеткілікті ішуді білдіреді. Ал егер несеп қоңыр сары түсті болса, сусыздануды білдіреді. Демек, шұғыл түрде ішетін судың мөлшерін арттыру қажет. Организмге су жетіспегенде сусыздану орын алады. Оның көріністері келесідей. Шөлдеу пайда болады. Бас айналуы, бас ауруы, немесе шаршау болуы мүмкін. Ауыз құрғайды. Ерін мен дене терісі құрғайды. Несеп қоңыр түсті болады. Егер осы белгілерінің бірі байқалса, міндетті түрде су ішу қажет. Суды күні бойы аздап жұтып ішу қажет. Әсіресе, қатты терлеген кезде су ішу маңызды. Біз келесі жағдайларда терлейміз. Белсенді ойындар кезінде, спортпен айналысқанда, немесе үйді жинағанда. Далада немесе бөлмеде ыстық болғанда, ауырған кезде. Естерінде болсын, ыдыстағы суды күнде ауыстыру қажет. Және суды ауыстырған кезде, әрдайым ыдысты таза сумен шаю қажет. Менің әрдайым өзімен бірге су алып жүруімнің себебі енді түсінікті болар. Суды көп ішу қажет. Сонда денсаулық мықты болады. Оқушылар, су туралы тыйым сөздер берілген. Бірінші, судың да сұрауы бар. Екінші, су бергеннің сауабы бар, су төккеннің жауабы бар. Бұл берілген тыйым сөздерді қалай түсінесіңіздер? Василий Сухомлинский 1918 жылы 28 қыркүйекте Херсон губерниясы Александр уезінде дүниеге келген. Қарапайым отбасында тәрбиеленген. Ол Полтава педагогикалық институтын 1936 жылы бітіріп, орта мектептерде мұғалім болған. Оның ұлы махат, ата-аналар педагогикасы және нағыз адам деген шығармалары бар. Нағыз адам. Аптап, қуан даладағы жалғыз үйдің қасында құдық бар. Бұл үйде атасы мен немересі тұрады. Құдық басындағы ұзын арқанға шелек байланған. Жолаушылар мен әрі-бері өткен адамдар құдыққа бұрылып су ішеді. Атайға алғыстарын жаудырады. Бірде әлгі байлаулы арқан үзіліп, шелек терең құдық түбінде қалып қойды. Атайдың одан басқа шелегі жоқ еді. Су тартып ішуге ыдыс табылмады. Келесі күні таңертең Атайдың үйіне бір арбалы шаруа келді.
арбадағы сабанның астында шелегі көрініп жатыр екен. Жолаушы құдыққа көз жіберіп, атай мен немересіне бір қарады да, атына қамшы басып, әрі қарай жүріп кетті. «Бұл не қылған адам?» деп сұрады немересі атасынан. «Бұл адам емес», деді атасы. Түске таман атайдың үйі тұсынан екінші жолаушы өтіп бара жатты. Ол арбасындағы сабанның астынан шелегін алып, арқанға байлады да құдықтан су тартты. Өзі қанғанша ішіп, атай мен немересін де шөлін қандырды. Қалған суды құрғақ құмға төге салды да, шелегін қайтадан сабан арасына салып жүріп кетті. «Бұл не қылған адам?» деп сұрады немересі атасынан. «Бұны әлі де адам деуге болмайды», деді атасы. Кешке қарай атай үйінің маңына тағы да бір кісі тоқтады. Ол арбасынан шелегін алып, арқанға байлады. Су тартып, сусынын қандырды. Содан соң алғысын айтып жүріп кетті. Ал шелегі құдық басында арқанға байланған қалпында қала берді. «Бұл қандай адам?» деп сұрады немересі. «Міне, бұл нағыз адамның өзі», деп жауап берді атасы. Нағыз адам мәтіні бойынша сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Бірінші жолаушы қандай адам? Дұрыс айтасыздар, бұл адам емес. Екінші жолаушы қандай адам? Дұрыс айтасыздар, бұны да әлі адам деуге болмайды. Үшінші жолаушы қандай адам? Дұрыс, бұл нағыз адам. Оқушылар, нағыз адамның бойында қандай қасиеттер болады? Дұрыс, мейірімді, қамқор, адал, еңбекқор, шыншыл және ақылды адам бұл нағыз адам. Үйге тапсырма, мәтінді түсініп оқу. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Оқушылар, сау болыңыздар.